Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге осындай ерекше етіп дәмді және тойымды аспенен бөліскім келіп тұр. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен бізге керекті фарш, 350 грамм фарш. Бұл жерде көлемін көбейтсеңіздер болады, адам санына қарай. Және де бір жуамызды теркіден өткізіп салдым. Және 80 грамм күрішімізді кішкене ыссы суға бұқтырып салдым. Тұзымызды дәміне қарай, паприка және қара бұрышымызды салып, фаршымызды жақсылап араластырып дайындап аламыз. Ал көріп тұрғандай фаршымыз дайын. Енді қамырымызға кірісеміз. Бір жұмыртқа және тұзымызды саламыз. Кішкене қара бұрыш салдым. Және де кішкене зелен салдым. Соның барлығын кішкене су құйдым. Суменен араластырып, қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Ендігі демді қамырымызды жақсылап жұқалап жайдық та, және төртбұрыштетіп кесіп, ішіне дайын тұрған начинкамызды қамырымызға салып орайтын боламыз. Осылайша етіп орайсыздар қамырды.
Қамырымызды толық бүгіп дайындап алдық. Енді манты қазанда бір 45 минут буда пісіретін боламыз. Асымыз піскенше мен деген подлив жасаймын. Подливімізге бір болгар бұрышы керек, және де бір жуамыз керек, бір помидор, бір зубчик чеснок керек, және шай қасықпенен жарты томат керек. Барлығын майға қуырып подливкамызды дайындап аламыз. Ал қыздар, мінекей толық дәмді тағамымыз дайын болды. Өте дәмі ерекше болып шықты. Осылайша етіп жасап отбасыларыңызды қуантыңыздар. Еш өкінбейсіздер. Менің каналымдағы әрбір жасаған тағамдарым сіздерге ұнаса, лайктарыңызды басып, мені қолдап, комментарияға өз пікірлеріңізді жазып кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген каналыма тағамдарменен және дәмді астарменен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар, және менің каналымды өз достарыңызға жіберіп қоюды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болып осы видеоны соңына дейін қарап отырған жандарға өте алғысым шексіз. Рахмет сіздерге, ас болсын.